сәлеметсің бе, 4-ші сынып оқушысы. Математика сабағына қош келдің. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер. Сен бүгінгі сабақта кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығарасың. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біліп ал. Атмосфераның жоғарғы қабатына өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылысты ата. Есепте және жауаптарды салыстыр. Балалар, бізге екі құбылыс берілген. Біріншісі солтүстік полярлық шұғыла мен және гало. Енді есептей отырып, бізге анықтау керек, көп энергия бөлетін құбылыс қай құбылыс болып табылады? Солтүстік полярлық шұғыла ма, әлде гало ма? Ал енді есептеу шығару жолы. Берілгені 2.010.201 азайтылған 415.498 бөлу 83 қосу 528 бөлу жақшаның ішінде 21.815 азайтылған 21.763 жақша жабылған тең болады 2.005.201-ге тең. Ал енді балалар, шығару амалын қарастырайық. Бірінші амал 2.010.201 азайтылған 415.498 тең болады айырманың мәні 1.594.703-ге тең екен балалар. Екінші амал. Жаңағы шыққан айырманың мәні, яғни 1.594.703-ті бөлеміз 83-ке. Тең болады бөліндінің мәні 2.005.195-ге тең. Үшінші амал. 21.815 азайту 21.763 тең болады айырманың мәні 88. Төртінші амалға келейік. 528-ді жаңағы шыққан айырманың мәніне, яғни 88-ге бөлеміз. Тең болады бөліндінің мәні 6-ға тең. Бесінші амал 2.005.195-ге қосамыз 6-ны, тең болады қосындының мәні 2.005.201-ге тең. Яғни балалар, бұл солтүстік полярлық шұғыланың мәні болып шығады. Ал енді балалар, екінші есепке назар аударайық. Берілгені жақшаның ішінде 34.217 азайтылған 25.329 жақша жабылған көбейту 902 азайтылған жақшаның ішінде 58.508 су 498.115-ге жақша жабылған бөлу 69 тең болады 8.008.909. Балалар, шығару жолын қарастырайық. Бірінші амал. Бірінші амалда, яғни біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 34.217 азайтылған 25.329 тең болады 8.888, яғни бұл айырманың мәні. Екінші амалды қарастырайық балалар. Жаңағы шыққан айырманың мәні, яғни 8.888-ді көбейтеміз 902-ге тең болады 8.016.976, яғни бұл көбейтіндінің мәні. Үшінші амал. Келесі жақшаны орындаймыз. 58.508-ге қосамыз 498.115-ті тең болады 556.623, бұл қосындының мәні. Осы шыққан қосындының мәніне, яғни 556.623-ті бөлеміз 69-ға. Тең болады 8067.
бөліндінің мәні. Ең соңғы амал 8.016.976-дан азайтамыз 8.067. Болады 8.008.909-ға тең. Бұл Гала құбылысының мәні болып шықты. Енді қарайық балалар, атмосфераның жоғарғы қабатында өтетін көп энергия бөлетін Гала екені анықталды. Балалар, біз есептің жауабын шығарып, талдап, анықтадық деп ойлаймын. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген А суретте неше үшбұрыш бар? Ә және Б суреттеріне қара. Жүргізілген кесінділер арқылы неше жаңа үшбұрыш қосылғанын сана. Яғни бізге үшбұрыш берілген. Осы үшбұрышта неше үшбұрыш бар екенін санау керек. Яғни жаңа кесінділер арқылы неше үшбұрыш қосылғанын санайық. Өзіңді тексер. Олай болса, берілген тапсырманы тексеріп көрейік. А суретінде үш үшбұрыш бар екен. Ал Ә суретінде 6 үшбұрыш бар екен. Ал Б суретіне келетін болсақ, Б суретінде 10 үшбұрыш бар екен. Балалар, сендерде де осындай жауап шықты деген ойдамын. Тапсырмаға назарымызды аударайық. 5-ші тапсырма. Бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Бізде бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні қалдық берілген. Бөлінгіш 389, бөлгіш 9, бөліндінің мәні белгісіз және қалдықты табу керек екенбіз. Теу жолын қарастырайық. 389 пен 9-дың бөліндісін табамыз. 38 бізде толымсыз бөлінгіш болып келеді. 38-дің ішінде 9 4 рет. 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең. 38-дің астына 36-ны жазамыз. 38 бен 36-ның айырмасы 2-ге тең. 2 9-дан кішкентай болғандықтан қасына 9-ды түсіреміз. 29. 29-дың ішінде 9 3 рет. 3 пен 9-дың көбейтіндісі 27-ге тең. 29 бен 27-ның айырмасы 2 болады. Яғни балалар, бізде 2 қалдық шығады. Талап айтайық балалар. Бізде 389 бөлінгіш, бөлгіш 9, бөліндінің мәні 43, 2 қалдық шығады екен балалар. Қанекей, келесі тапсырмаға назар аударайық. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Берілген А есебі. Қоймада 40 мың дәптер бар. Оның 8 мыңы жолды, ал қалғаны тор көз дәптер. Қоймадағы жолды дәптер тор көз дәптерге қарағанда неше есе кем? Ал енді балалар, ойланайық. Бізге 40 мың дәптер берілген. Жалпы барлығы 40 мың дәптер берілген. Оның 8 мыңы жолды дәптер. Бізге тор көз дәптер белгісіз. Және қоймадағы жолды дәптер тор көз дәптерге қарағанда неше есе кем екен? Қанекей балалар, мен сендерге шығару жолын түсіндіріп өтейін. Яғни 40 мың дәптерден азайтамыз 8 мың жол дәптерді.
тең болады 32.000 болады. 32.000-ді 8.000 тор көз дәптерге бөлеміз. Сонда 4 есе шығады. Яғни қоймадағы жолды дәптер тор көз дәптерге қарағанда 4 есе кем екен. Бұл есептің жауабы болады. Ал енді балалар, бағалау терезесі арқылы өздерінің ойларында бағалауға болады. Маған барлығы түсінікті. Сұрақтар пайда болды. Егер де сұрақтар пайда болса, мен оған жауап беруге дайынмын. Мен есте сақтадым. Жарайсың, барлығы түсінікті. Ал егер түсінбеген жағдайым болса, мен саған қайтадан түсіндіруге дайынмын. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.